әлемге танылған қазіргі кездегі өзекті туындыңыз, әңгімеңіз мәңгілік бала бейнесі мектеп бағдарламасына енген. Бұл бұл әңгімені енді біз бар күшімізді салып, қазақтың басына төнген қасіретті балаларға жеткізуге тырысамыз, соны өздерінің өне бойымен сезінуге, ата бабасының өткен жолынан қандай қиындық жолдардан өткенін сезінуге күш салып, оны кейде мына сахналап қойып та өткізіп жатамыз тырысып. Өзіңізде енді бір рет кездесуде болдық. Бұл әңгіме бойынша Назарбаев зияткерлік мектептерінде сізбен кездесу өткен. Сол сияқты кездесуді біз бүгінгі академияда сұхбат сабақ деп атадық. Сұхбат сабақ деп атауымыздың себебі, негізінен осы мәңгілік бала бейнесін оқушыларға қалай жеткізіп жатырмыз, дұрыс бағыттамыз ба, авторды тыңдап көрейік, автордың да сабағын өзімізге іліп алайық деген мақсатпен бүгін сізді сұхбат сабағымызға шақырып отырмыз. Сөз өзіңізде. Қадірлі ұстаздар, қайырлы кеш. Кешке қарай шаршап отырған шығарсыздар. Кешкісін сұхбат құру оңай емес. Рахмет, мынау бүгін. Жоқ, Роза апай, шаршамаймыз. Сіз сияқты кісілермен, жақсы адамдармен кездесу үшін біз қалай асыға күттік. Рахмет сіздерге. Мына сонда мен түсінгенім, облыстағы, аудандағы қазақ әдебиетінің мұғалімдері ғой сонда. Республиканың. Өте жақсы. Иә. Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі мұғалімдеріміз ғой, Роза апай. Бұндай кездесу бола бермейді. Қуаныштымын сіздермен кездескенімен, ұстаздармен. Мына мәңгілік бала бейненің енді бұл біздің ұлттың ғана қасірет емес, жалпы адамзаттың қасіреті, ортақ қасірет болып тұр. Бұл өздеріңіз білесіздер, 47-ші жылы Сталин Семей қаласының маңынан ядролық полигон құру жөніндегі шешімге қол қояды. Бұл құпия қалаға Семипалатинск 21 деген жасырын ат беріледі. Сөйтіп 49-ші жылдың 29-шы тамызынан бастап полигондағы ядролық қару осы полигонда сынала бастайды, сынақ болады. Содан бұл ашық түрде, жердің бетінде ашық түрде жарылыс болады. Кейіннен мынау әлемдік келісім шарттарға қол қойып, суда жаруға болмайды ядролық қаруды, ауада жаруға болмайды дегеннен кейін, сол 62-ші жылдардан кейін ғана жердің астында жару мүмкіндік болды. Бірақ бұл жасырын болды. Оның жасырын болған соншалық бұл мәселеге сол кездегі мемлекет басшыларының өзі, олардың әмірі жүрмеді. Бұған тек қана жаңағы Кремльдің әміріменен, әскери қарулы күштердің ғана шешіміменен жасырын түрде жасалды. Халық та білмеді ғой бұны. Халық білмеді не болып жатқанын. Алғаш жарылыс болған кезде жаңағы есіктің алдындағы жердің бетіндегінің бәрі, тіршіліктің бәрінің бәрі аспанға ұшып жатқанын көреді ғой халық. Теректердің жерден суырылып көкке ұшып жатқанын, жайылып жүрген малдың көкке ұшып аспанға кетіп бара жатқанын, күштің қысымның соншалық қатты болған соншалық. Үйдегі терезелердің барлығын саудырап, терезелердің әйнектерінің барлығының түсіп қалған. Әріптестер, телефон дауыстарын өшіріп қойыңыздар. Әріптестер, Гүлмира Темірғалиқызы. Кешіріңіз. Осындай бір осының не болып жатқанда халық көшіп білмеген осындай жарылыстарды бастан өткізеді. Осындай ашық жарылыстың салдарынан біздің Семей өңірінде 500 миллионға жуық халық рак ауруымен ауырады. 500 миллионға жуық осы өңірде. Бұл енді алапат және қолдан жасалған апат. Мына Чернобыльде жарылыс болған кезде соның өзінде жасырған ғой, халықтан жасырған, 2 күндей жасырған. Сол жасырмай халықты тез оңашалаудың орнына халықтан жасырып, қаншама халық өте көп мөлшерде жаңағы радиацияның сәулелеріменен адам қырылып қалды.
осындай жасырын болып жатқан, халық білмейді, басшылар да білмей осындай секретный дүниелер көп болды. Бұл енді Чернобыль апатынан кейін Семейдегі полигонды кеңейтіп, қайтардан ары қарай жарылыстарды жалғастыру жөнінде біздің мемлекет басшыларына ұсыныс келген. Жасайсыңдар. Бұрынғы Семей полигонын ары қарай кеңейту керек деген. Содан сол кездегі мемлекет басшысы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының қатты осы мәселеде болдырмау мәселесін, осыған тыйым салу мәселесін көтеруіне тура келді. Ақырын халық қайтып, халық көтерілгенде халықтың наразылығы туып жатыр дегізіп, Олжас Сүлейменов қайтып, оған жаңағы қозғалыс жасап беріп, Невада Семей деген халықты көтеру керек. Бүкіл халық 86 жылғы желтоқсандағы жағдай сияқты енді бұл халықтық демонстрацияға, митингіге ұласып кететін болса, онда әлемге әйгілі Советтерінің жаңағы нұқсан келетін беделіне халық бүтіндей көтеріледі, онда бүкіл қазақстандықтар көтерілетін болады дегеннен кейін ғана барып басылып, ақырында сол полигонды жабу жағдайына елбасы күш салды ғой, сөйтіп аман қалды. Енді бұл шығарманың жалпы тарихын айтып жатқаным ғой, оны сіздер өздеріңіз де ақпарат құралдарынан жақсы білесіздер бұл жағдайында. Бұл енді біздің ұлттың басындағы, ұлттың енді қасіреті еді. Оны біз егер тәуелсіздік болмаған кезде, тәуелсіздік келмесе, бұл шығарманы мен жаза алмаған болар едім. Бұл шығарма жазылмаған болар еді. Бұндай шығарманы жазылсаң, басың кететін заман болды ол кезде. Сондықтан бұл сол тәуелсіздіктің арқасында қалай нәрселер ашық, бір кездегі тарихтағы ақтаңлақтарымыз осылай ашық айтылып, жазылып, архивтегі мұрағаттағы дүниелердің бетін ашып, ұлттың көрген қиянатын, тарихтың, жабулы тарихтардың беті ашылған кезде осы тақырып маған әсер етті. Оны ең бірінші мен жаңағы жазушылар одағында қасірет шеккендер суреттер, мүгедек балалардың суреті әртүрлі вакуумда түсірген, біреуінің бір ғана көзі бар, біреуінің аяғы біреу-ақ, біреуінің қолы үшеу и так далее. Оны көру мүмкін емес еді, өйткені ол төбе ойқам шымырлайды. Былай қарасаңыз, Семей өңірін бір тәжірибе алаңына айландырған. Өйткені халықты о баста көшірмеген, малды көшірмеген, қандай жағдайға душар болатынын сол көру үшін. Сондықтан сол суреттерді көрген кезде енді төбе ойқам шымырлайды. Сонда бір кішкентай бір қыз тұр, әп-әдемі, ешқандай мүгедектігі де жоқ сияқты. Мына қыздың мүгедегі жоқ қой, бұл не қылған сурет деп жанына келіп оқыса, астына жазып қойыпты, еңілік. Бұл 6 жастағы қыз, бірақ 3 жастағы, 16 жастағы қыз 3-4 жастағы баланың бейнесінде қалған деген. Енді ол маған, енді бағанағы мүгедектерден гөрі мынау маған тіпті бір соққы болды. Мен үшін, мен ешқашан ойламаған екенмін сол жасқа келгенше. Өзім де жас кезім ғой, енді ол 22 ма, 22 жаста болуым керек. Университетті бітіріп жұмыс істеп жүрген кезім. Адамның мәңгі өспей қалуы деген трагедия менің жаңағы миым шың ете түсті. Содан мен біраз уақытқа дейін осы мен жанымнан, жадымнан кетпеді. Содан барып, осы еңілік деген қыздың сол суреттен ғана көріп, мәңгілік бала бейне деген еңілік деп атын алған жоқпын, Ләйла деп алдым. Сөйтіп осы кейіпкердің образын жасадым. Бұл әңгіме солай туды. Рахмет, Роза апай. Енді жаңа сіз айтып жатырсыз, мен енді сіздерге тарихын айтып жатырмын ғой деп. Осы сәтте оны сіздер неден де көріп аласыздар деп, интернеттерден де. Интернеттен көрген бір бөлек ресурстардан, автордың өзінен естіген бір бөлек, осы сәтте сізге сіздің неңіз, осы туындыңыз біздің бағдарламада қалай тұр екен, соны бір көрсетіп бөліскім келеді. Мінекей, сіздің мәңгілік бала бейнеңізді біз мектепте осылай оқытамыз. Мінекей 8 сағатпен әңгіменің композициялық сюжеттік құрылымы, әңгімедегі кейіпкерлер бейнесі, әңгімедегі маңызды эпизодтар, әңгімедегі автор көзқарасы, сосын автор бейнесі дегенде
қазір дағды бар, терминдер бар сондай. Әңгіменің тарихи көркемдік құндылығы мен заманауилығы, әңгімедегі ұлттық құндылықтар, ең соңын эссе жаздыртып аяқтаймыз. Мінекей осы жерде қазір сіздің осы кіріспе сөзіңіздің өзі бізге үлкен көмек болып кетті. Мынау әңгіменің тарихилығын, құндылығын, қазір заманауилығын бізге айтып жеткіздіңіз. Енді бұл мәңгілік бала бейне әңгімесін оқыған кезде негізінен әр әңгімені оқығанда мұғалімде әртүрлі көңіл күйге, эмоцияға беріледі. Ол енді әңгіменің беріп тұрған идеясына, оның мазмұнына байланысты ғой. Сонда мәңгілік бала бейне әңгімесін оқытқан кезде біз кішкене мынау жүрегіміз ауырып, балаларға жеткізер кезде де балалардың өзі де үндемей қалады. Ләйланың тағдырын оқыған кезде оның енді ол балалар ол заманда жоқ көрмеген балалар ғой көбісі. Олар оның кейде рас екеніне де сенімсіздік тудырады. Содан кейін біз қыз жылаған фильмін көрсетеміз. Сатыбалды Нарымбетовтың қыз жылаған фильмін көрсетеміз. Сол фильмдер арқылы, сосын жаңағы өзіңіз айтып кеткендей, полигонның анау тарихи деректері бар ғой, кинода да бар ол. Сосын жалпы тарихи деректерде бар, соны көрсетеміз қосымша. Содан кейін өзіңіз айтқан жаңағы митинг Семейде болған. Сол митингтің кезінде мен Семейде студент едім, 2-ші курс оқитынмын. Сол митингтің ішінде де мен өзім болдым сонда. Олжас Сүлейменов келіп, шетелден бір делегаттар келіп, солай қарсылық болған. Ол тарихи оқиғалар барлығы. Енді әңгімеге келген кезде, мысалы, кейіпкер, жаңа сіз өзіңіз айтып жатырсыз, ол қыздың аты Еңлік болған, мен оны Ләйла деп өзгерттім деп. Енді сонда, мысалы, оқушыларға біз сұрақ қоямыз, мына көркем туындыдағы немесе мына әңгімедегі кейіпкер осы әңгімеге не үшін қажет болды? Автор ол кейіпкерді не үшін алды деген сұрақтар қоямыз. Осы тұста сіздің мына әңгімедегі кейіпкерлерге тоқталып кетсеңіз деп. Жақсы, түсіндім. Сіздер спектакльді де көрдіңіздер ғой, иә? Көрсетеміз, иә, спектакльде міне жаңа ғана осыны міне көрсетіп отырмын. Үздік спектакль. Бұл енді бұл режиссер кім екен бұл? Болат Атабаев. Болат Атабаевтың, иә, басында көргенмін. Бұл 20 жылдай аңшылықпен жүрді бұл шығарма. Мынау әдебиеттің бір ерекшелігі, әдебиет деген көрген білгенді жазу емес, ақпарат беру емес. Әдебиетте образ жасалады. Мысалы, мен суретті ғана, бір фотосуретті ғана көрдім. Мен жаңағы еңліктің өзін көрмеген, еңліктің өзімен сөйлеспеген. Мен жалпы Қарауылда болмаған. Мен Үржардың қызымын, Семей Үржар ауданынан. Бірақ мына бала кезімде сол мына Дегелең, ана Шұбартау жақтар шекаралас аймақтар ғой. Сол атам мен әжемнің қолында жүрген кезде сол анау жердің барлығы қатыстанып, жарылып, судың бәрі тартылып сөйтіп жататын. Соны мен ойладым, сол Қарауылда сондай жер ғой. Суы тартылған, ол полигон болғаннан кейін. Сол бала кезімдегі көрген сол табиғат маған көмектесті. Содан кейін мен осы жақында ғана мына инклюзив театр бар Астанада. Сол инклюзив театрында осы қыз жылағанды қойды. Халық өте көп келді. Сол кезде маған режиссер жігіт айтты, сіз кімді көрдіңіз ба? Еңлікті өмірде деді. Мен айтамын, еңлікті көрген жоқпын. Сол еңлікті біз шақыртып отырмыз деді. Соны маған жаңа қызық болды. Еңлік келді, Семейде тұрады екен, анасы алып келді. Шынында сол кішкентай, бір қалай деп айтсам болады, 1-ші классқа баратын баланың бойынан да кішкентай шығар. Бірақ жасы нешеде деді уже? Жасы 40-тарға келіп қалған-ау деймін. Сондай болып қалды. Соны мен сонда көрдім. Бірақ маған өте ауыр болды көру. Сосын мен ол балаға айттым, бұл сен емессің. Бұнда бұл сюжетте өзгерістер бар. Ол құмарға ғашық болады кластасына, сыныптасына. Құмарды жақсы көреді, жақсы көргенін айтуға ұялады, жарық айғайлады, терең сайға барып тығылып отыр. Мен оны кәдімгі қыз, бірақ өспей қалғаны болмаса, ол сезімі бар, есі дұрыс, махаббатты бастан өткізе алатын, жан дүниесі терең. Ол менің Ләйлам, оның аты да сен емессің. Бұл саған қатысы жоқ дегенге келтірдім. Өйткені ол мені неге бұлай жазады деуі мүмкін ғой, неге мен олай емеспін ғой деуі мүмкін ғой. Содан кейін оның психикалық жағдайының қандай екенін де білмеймін ғой. Сондықтан анасына да сөйлесіп отырған кезде солай айттым. Бұл мен фотодан көргенім рас, мен тек қана көргенім. Ал
бұның бүкіл образы, сюжет жасалған, оқиғаның басталуы, оқиғаның аяқталуы, шиеленіс, кульминация, бұның бәрін сіздерге ешқандай қатысы жоқ. Бұл автордың, жазушының шеберлігіне ғана қатысты нәрселер. Содан солай халыққа қайта көрсетілді сол былтыр. Содан сахнаға жаңағы қызды шақырды, автормен бірінші рет кездесті деп сондай болды. Енді ол кішкене жылап қалды сахнада. Маған ұқсайды, мен негізі өзі айтады да, мен биші болғым келген дейді да, мен де армандаған, бірақ менің осындай кейпімменен биші болғым келеді десем, маған бәрі күлген болар еді ғой. Ол менің арман болып қалды, мен балетке барғым келіп еді деп. Көрдіңіз бе, сонда бәрібір үндестік да жаңағы. Иә. Сонымен сондай сөйтіп бірінші рет көрдім оны. Ал енді бұл шығарма Біріккен ұлттар ұйымының жаңағы 6 тілде аударылып таралды. Сонда немістің аудармашысы таңғалды, айтып, жалпы әдебиетте бұндай сюжет кездестірген жоқпын деді. Мәңгілік өспей қалған адамның трагедиясы. Оның жеке басының трагедиясы емес, қолдан жасалған. Ядролық полигонның кесірінен осындай жағдайға душар болған. Жалпы мәңгілік адам мәңгілік өспей қалады деген. Ол да жаңағы бір кездегі маған әсер еткен сияқты. Ол айтып та, осы әңгімені аудару барысында оқып отырған кезде маған сондай қатты әсер етті. Әлемдік әдебиетте бұндай сюжетмен кездестірмедім деп, ол бізде үлкен хабарға, Қазақстанға солай не берді, интервью берді. Сонан кейін осы жақында ғана келді маған Верена Табель. Ол кісі мені іздеп тауып, көп іздеп, сол баспалар арқылы шығып, сол баспалар маған звондайды, сіздің данныйларыңызды берсек, сол адамға келісесіз бе деп. Жақсы деп, сонымен байланыс жасады, сол жақында келді Германияда. Осы әңгімені оқып, ол кісі международный конференцияларда баяндама жасаған екен. Ол кісі ағылшын тіліндегі аудармасынан оқыған, жаңағы Біріккен ұлттар ұйымы аударған. Содан бұл кісі өзінің оригиналын оқығым келеді деп 2 жыл қазақ тілін үйренген. Содан ол қазақша сөйлеп келіп тұр ғой, қазақша сөйлеп. Біз университетте мен студенттермен кездестірдім, оқырмандармен кездестірдім, сонда ол қазақша баяндама жасады осы мәңгілік. Сонда енді біріншіден біздің қазақ әдебиетіне деген құмарлығы, ынтықтығы, осындай әдебиет бар екен, осындай ұлт бар екен, бұл ұлттың тілі осындай, мынандай тіл екен деп, сол жалпы қазақ әдебиетіне қызықты, қазақ жазушыларына қызықты. Ол кісіні қызықтырған осы мәңгілік бала бейне болды. Бұл енді Ләйланың тағдыры сонда өспей қалған адам деген, сол адамның өмірі қызықтырып тұр ғой сонда, иә, ол кісіні. Әлде бұл біздің басымызға, біздің халқымызға түскен қасірет пе екен ол кісінің сезімін қозғаған? Жаңағы ашты мынаны. Ол кісінің сол жақында менен интервью алды. Сол Германияда журналға ма, газетіне не дайындап жатыр. Сонда бұл кісінің Ләйла неге аймен сырласып отыр, неге аймен сырласады дейді. Оларға қызық, оларға. Біздің ұлттың біз өзіміз ғана білетін, өзіміздің ұлтқа тән дүниелер бар ғой енді, сезім. Иә. Табиғатпен. Сіздер енді мысалы сіздер айға қарап, армандап айға қарап отырса, сіздерге ол оқыс нәрсе емес. Сіздер оны. Ал немістер үшін, мен бір Америкадан келгенде журналист баяғыда айтып еді, осыдан 20 жыл кейінде. Айға неге ол сөйлеседі, айдан ешқандай дыбыс шықпайды ғой деп. Оған ай ешқандай дыбыс бермейді, ол неге адаммен сөйлеспейді, неге аймен сөйлеседі деп. Сондайларды түсіндіруге тура келеді бұл кісілерге. Сонда бұл айтып отыр, міне Ләйла аспанмен, түнмен емес, өзімен емес, неге аймен сырласып отыр дейді. Ай таза, үсіксіз, сүттей аппақ, Ләйла жерде, ай ғарышта, екеуі бірін-бірі көріп тұр. Ләйла жердегілермен сырласа алмайды, жердегілер Ләйланы мүгедек, кемтар деп қарайды. Оның жан дүниесін, арман мұңын тіпті де түсінбейді, ол ортасы. Ләйла өз жанын түсінетін, қасіретіне ортақтаса алатын әлдекімді табу керек болды. Сондықтан ол айын тапты. Бұл Ләйланың таңдауы деп солай жауап бердім.
Аха, жақсы. Мына Шыңғыс Айтматовтың Найман анасында ғасырдан да Азоқтың романында да мәңгүрт аймен сөйлеседі ғой. Енді сонда біздің түсінігімізде ол қалыпты жағдай болып тұр. Қырғыздар да бізге жақын болып тұр ғой сонда. Жоқ, мен жалпы аймен сөйлесуде мен ешкімге еліктеген емеспін. Аймен сөйлесу мен өзім мына бала кезімде ол кезде білмеймін қазір қандай. Сонда қазақ мектептерінің бәрін почему-то ауылдың сыртына алыс жерге салады да. Орыс мектептері бәрі орталықта болатын. Менің заманымда мысалы солай болды 70-ші жылдары. Мен қазақ мектебінде оқимын, Абай атындағы мектепте. Анау қаланың сыртында бір сондай аулақта. Ана жерден мына жер, ана ауылдың шетінен мына ауылдың шетіне барғанша қыстың кезі қорқамын. Анандай қыс қалың, қар, айға қарасам қорықпаймын. Айға қарап кетіп бара жатамын. Мал күйсеп жатады мына жақта пысылдап. Қырғауылдар қыт-қыт етіп жатады, маған бәрі қорқынышты, дыбыстың бәрі қорқынышты. Сол қорқыныштың бәрін сыпырып тастау үшін мен айға қарап, аймен сөйлесіп, и сол өзімнің бала кезімдегі жаңағы немді айдың ішінен бір қызды көрем, соның бір бейне көрем, сонымен бір қыз тұрған сияқты болады. Сонымен сөйтіп арманымды айтып сөйлесіп, әйтеуір қорықпай келіп, бір уақытта мектепке жақындағанда мектепке қарай жүгіретінмін. Осы сәтте соның барлығы мына жазатын адамға жазудың бір ерекшелігі сезімің, миың, елесің, арманың бәрі қосылады. Соның бәрі қосылады ана образды ашу үшін. Образды сен жасайсың, ол образға сені оқып отырған адам сену керек қой енді. Сенің арманына сену керек, оның мұңына, ол Ләйла ана оқырманды магниттей тартуың керек қой. Сондықтан шындықты салам, сезімді салам. Енді Роза апай, сіз айтып отырған сөздер өзіңізге бір қарапайым сөз болатын шығар, бірақ сізге мына біз қанша жыл еңбек етсек мұғалім болып, сонша жыл бағасы күннен күнге артатын қазір бір теориялық ақпарат беріп кеттіңіз. Ол теориялық ақпарат мынандай: автор бейнесі деген термин бар бізде. Сонда мына туындының ішіне жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, мен негізінен тек қана бір суретті ғана көрдім деп. Қалғанның бәрі автордың шеберлігі деп. Енді жаңа аймен сөйлескен жеріңіздің өзінде сіз автор бейнесіздір ғой. Сіз өзіңіз алып келдіңіз сол бейнені. Аймен сөйлесу деген сіздің дағдыңызда бар. Яғни жаңа бала күніңіздегі мектептен қайтқан кезде айға қарасаңыз қорықпайтыныңыз, соны қалай сендірем деп шындыққа алып келген кезде өзіңіздің өне бойыңыздан өткен аймен сырласу бейнесін сіз алып келдіңіз. Сонда біз оқушыларға автор бейнесі деген терминді түсіндіріп, сонымен жұмыс істеу кезінде сіздің мына бізге берген теорияңыз өте тамаша болды. Қуанып отырмын. Енді мынандай жағдай, кейіпкерлер бейнесі де мына идеяны ашуға көп рөл ойнайды ғой. Сонда кім Ләйланы түсінікті, енді ол сондай бір адамның қатыгездігінен, осы ғылымның қатыгездігінен осындай күйге душар болды. Бірақ енді Қатираны да неге сонша қатыгез қылып алдыңыз? Сол жері бір кішкене қиындау. Жеңгесі ме? Тәтесі. Ол енді өмірден онсыз да, тағдырдан онсыз да соққа алып тұрған қыз, оның үстіне Қатира да мейірім танытпады Ләйлаға. Жығылғанға жұдырық десеңізші, оқып жатқан кезде. Жаның ашып кетеді. Мына оны дұрыс айтасыздар, бірақ Қатира естеріңізде ме, ең соңында анау Ләйла қашып бара жатқан кезде сен кетпеші тұрмағанда деп жалынатын жері бар ғой жаңағы. Түспеші. Жаңағы сенсіз мен қалай өмір сүремін, ол бүкіл несін, оның жақсы көргендігі, оның онсыз Ләйласыз өмір сүргісі келмейтіндігі, егер Ләйла сен өлетін болсаң, бұл қарауыл тұлғалады, сен кетпе деп жалынатыны, оның бір адамгершілігі бәрі ашылады да. Ауыл адамдарында бір не болады ғой. Ауыл адамдары сырты қатал болатын сияқты, сөзі қатал болатын сияқты, бірақ іші жұмсақ болады. Мен Қатира да жаңағы сол қарауылда, анау ағайындағы орта, жаңағы анау шөкіштің образы бар, бүгедек бала туған, онан кейін баласы қалаға кеткен, өзі жалғыз қалған, мынау нағашы апасы ма сондай бірдеңе болып келеді ғой деймін Қатира. Баяғыдан тәтесі. Габриэль Гарсия Маркес деген Нобель сыйлығын алған атақты жазушы бар ғой, 100 жылғы жалғыздықты жазған. Соған журналистер сұрақ қойып жатқан көрінеді. Ана кейіпкеріңіз, мына кейіпкер неге мындай, сонда ана кейіпкеріңіз анандай бір жердің, ауылдың, судың, өзеннің атын айтып, сөйткен кезде айтады, мен шығармамда сондай жер бар ма еді?
сені шабытпен жазылған не? қанша шығарма жазасың, ол жазылды бітті ұшып кетеді, сен бөлек қаласың, шығарма бөлек өзі өмір сүріп кетеді. Сонда жаңағы ол әлгі оның нағашы апасы ма еді, тәтесі ме еді, кім еді деп жаңағы отырып қалуы мүмкін. Сондай. Сондықтан жаңағы ең соңындағы ана спектакльде мен де көрқұдыққа түсемін деп уже екінші бір шөкіш қарауылда, екінші бір шөкіш почти что жынданып келе жатқандай, азапта келе жатқан, қасіретте келе жатқан Хатираның бейнесі көрінеді. айырылып қалғанына өкініш қой. Ол анандай кішкентай періштенің, өйткені ана сатады ғой, ана құмар екеуі ақшаға. Құмар ақшаға сатады ғой, оны сонда айтады ғой, саған керек ақша, маған керек емес пе деп, екеуі жаңағы айқасып төбелесіп кеткен кезде барып, не үшін бұндай шудың, бұндай шиеленіс не үшін болып жатқан кезінде айтады ғой, кім ана болтай айтады ғой, сені осындай, мынау сені жаңағы неге алып барам деп, әлгі митингіге алып барам сені деп ақша алды деген кезде, енді ең страшный Ләйла үшін, Ләйланың жаңағы жүрегі деген, ол жақсы көріп, ол құмар деп, құмар әшейін ғана көңіл үшін ғана айта салып отыр. Мына мүгедек адамдардың психикасы өте нәзік болады. Өте нәзік болады. Олар, мысалы, біздер ауыртпалықты көтере салуымыз мүмкін. Бізге біреу дұрыс болса, біз оған аса мән бермей сол сөзді қайтаруымыз мүмкін. Ал мүгедек адамда ол өте ауыр тиеді оған. Сондықтан оның жаңағы күл талқаны шықты да, оның ғашықтығы, оның барлығы енді қарауылда ешқандай бұны тоқтататындай жаңағындай ол қарауылды өзін құрбандыққа шалып қарауылда мәңгі кеткісі келеді бұл ортада. Сонда бұл енді сатқындық деген ол бар нәрсе, бірақ Ләйланың жаңағы періште жүрегі, періште сезімі жалпы қарауыл түсініп тұрған жоқ. Ол айға ғана айтады да, мен сұлу қыз болғым келеді деп те айға айтады. Ең соңында ғашық болған кезінде айға айтады. Жолдасы жалғыз сырласы тек қана түннің кезінде шығатын жап-жарық ай, бұның жан дүниесін айтатын сырласы жарық ай. Енді драматургияда конфликт деген болады. Егер мен бір ғана Ләйла... Кешіріңіз, әріптестер, өшіріп отырыңыздар. Микрофонды өшіріп отырыңыздар. Егер осындай полигонда Ләйла деген қыз болыпты, 16 жаста екен, өспей қалған екен, 4-5 жастағы баланың қалпында қалыпты деген информация бұл әсер етпейді. Маған жаңа ғана Германиядан келген зерттеуші ғалым айтады да, полигон деген түсінікте, ядролық полигонда ашып қарасаң интернеттен, анау саңырауқұлақ болып, жарылыс болып жатқан қопарылысты соны көресің дейді да. Ал онда әңгімеде одан түк жоқ дейді да. Әңгімеде Ләйла арқылы бәрі берілген дейді да. Ләйланың азабы, Ләйланың өспей қалғаны да, Ләйланың жаңа бала кезінде сол саңырауқұлақты көріп қызықтап отыратыны, түсіме кірді деген кезде, сен де сондай алаулап керемет сондай болатын, сондай жап-жарық боласың деп әжесінің түсін жоруы. Бәрі полигон деген ештеңе жоқ, тек қана Ләйланың трагедиясыменен ғана көрсетесіз дейді да. Маған сол деп айтады. Атамай көрсету. Атамай. Полигон деген атамай. Қанша адам одан жаңағындай не болды, ол ядролық полигонның тарихы емес, адамның жанының, адамның жаралануы, адам құндылығы, адамның азабы, адамның шеккен қасіреті. Осы жағынан келгендігіңізбенен ерекше деп айтып болмаған. Енді менде енді ол жазылды. Жазушы немене ол? Жазушы образды жасайды, идеясын береді, жазып береді, болды. Ал оны әркім әртүрлі қабылдайды. Біреу Ләйлаға сондай. Тағы бір қызық жағдай айтайын сіздерге. Осы спектакль соңғы 90-шы жылдары жүріп жатқан кезде Казгудың студенттері өте көп келді. Сонда Казгудың бір профессорының айтқаны бар. Менің коридорда Казгуде филология факультетінде бәрінің жарығай! Көресің мені деп осылай осы монологтарды айтып жаңағы сөйтіп жүреді дейді да балалар. Ләйла құсап жүреді дейді. Ләйла болып сөйлейді дейді. Соның енді соншалық оқырманға, көрерменге әсері сондай болды. Ләйланы мүгедек деп ана әңгімеде айтады ғой, бұл шайтан қыз мені көрген кезде жүр тәубасына түссін деп жаратты сені деп айтады дейтін жері бар. Бар. Ал көрермен Ләйла жағында бәрі Ләйланы жақсы көріп отырады ғой. Ләйламен бірге, Ләйланы олар
кетеді ол мүгедек екен. Олар Лайламен бір кетеді, Лайланы жақсы көреді. Лайляға қиянат жасағандарға жыны келіп отырады жаңағыдай. Лайла болғысы келеді, Лайланың сөзін жаттап алады. Сондай бір қызық нелер болды. Ол Ләйланы кемтар кейіпкер ретінде қабылдамай тұр оқырман. Көрермен де оқырман да. Өйткені сіз Ләйланы сомдаған кезде оны бір адам жаны ашып, бір мүсіркеп кететін кейіпкер ретінде, толық сондай кейіпкер ретінде сомдамағансыз. Ләйлада мінез бар. Мінез бар. Берілмейді, қайсарлық бар. Қатираға да берілмейді. Ол анау қатираның өзіне де көнбей кетеді ғой кейде Ләйла. Қатираның айтқанын тыңдамай кетеді. Сондай сәттер бар. Сол батырлық, қайсарлық мінездері көрінгеннен кейін де бәрі сол Ләйлаға ұқсағысы келе ме екен. Ол енді осы жердегі шеберлік, ол бір жағынан адамның жаны ашу керек қой, негізі түсінікті оқырманда. Ләйла кемтар бала, кемтар бойжеткен, оған адам тек қана жаны ашып, жылап бітіру керек. Бірақ соңына дейін жылап бітіретін де жер емес. Ол жаның ашып, басында мынау айға қарап сөйлегенде, сосын мына жерде бір несі бар ғой, сәби бетіне жалпақ алақанын басып деген жерлер бар ғой. Сонда мына контраст сәби беті, жалпақ жуан алақан деген жерлерінде кішкене жаның ашиды енді. Бірақ анау қатирамен алысқан жерлерінде кішкене қайтадан ол қызға кәдімгі толық ақыл есі дұрыс, ешқандай кемтарлығы жоқ қыз сияқты кейіппен қарайсың. Намыс қойын қара бұның өзінің деп қатираны да тіліп жіберетін жерлері бар Ләйланы. Осы шеберлігіңіз енді оқырмандарды Ләйлаға ұқсатқысы келіп тұрған шығар деп ойлаймын. Ләйла сияқты жарығаймен сөйлескісі келіп тұрғанда, сол сезімге беріп, сол сезімге баулып тұрғанда осындай бір сомдаулар шығар деп ойлаймын өзім. Енді Роза апай, мында қазір 60-қа жуық мұғалім жиналып отыр осы сабақта. Мұғалімдерді де тыңдап көрейік. Сізге қоятын сұрақтары бар шығар. Саламатсыздар ма? Мен сұрақ қояйыншы. Саламатсыздар ма? Роза әпке, сізбен бүгін кездесіп отқаныма өте қуаныштымын. Осы сіз айттыңыз ғой, 40 жасқа келіп қалған кезде мен Ләйланы еңлікпен кездестім деп та. Біз осы шығарма арқылы жеке мен өз басым, мысалы тарихтағы болған Семей, ол жердегі полигон, оның зардаптарын біз білеміз. Біз сол жердегі полигонның әсерінен зардап шеккен бейнені көріп отырмыз да, адамның жан айқайы, жан дүниесі деген сияқты. Осы сіз жаңа 40 жастарға келіп қалғанда кездестім дегенде, сіз кейіпкерді былай бересіз ғой, екі қолы өте қолы ұзын, қолы жаңа 16 жастың қыздың қолына ұқсайды деп та. Өмірде де шынында солай ма? Жоқ, ондай емес. Ал енді мына неде де, ана фотосын көрген кезде де, менің ол жазушының солай көруі, жазушының ше. Ол кәдімгі шын мәнінде бір 4-5 жастағы қыз, ана суретінің 16 деп жазып қойған, ал өткенде келген кезде де кәдімгі бойы ғана өспей қалған кәдімгі қыз, бірақ мен аяғына көзім түсті, аяғында ана кішкентай балаларға кигізіп қояды ғой, кішкентай аяқ. Сондай ақ мысалы 40-тардағы қызды енді елестетіңізші, баланың киімін киіп тұр мысалы үшін. Қолына маникюр жасап алған, көзін бояп алған. Кәдімгі менің арманым балерина болу еді деп отырған қызды көресіз мысалы үшін. Менің Ләйләмдағы ол қасірет ода возможно жоқта. Ләйләнің тетімдігіндей, Ләйләнің жаңағындай арманындай, енді кім білсін, мүмкін бар, оныкі өзінше шығар. Менің Ләйләм басқа. Оған менің Ләйләм ұнады. Ол өзі жылап отырсын Ләйләм. Ол еңліктің былай білім алған бекен, мектепке барған бекен еңлік. Ақыл есі былай толық бала шығар ол негізінде. Ақыл есі толық, бірақ сол денсаулығы оның көп не. Мысалы, ол жұмыс істей алмайды, ол бір жерге барып еден жуып, шелек көтеріп, ондай денсаулығы жоқ ода. Ары қарай дамымай қалғаннан кейін, значит, ода өкпе де дамымай қалған, бүйрек те дамымай қалған, ішкі органдардың бәрі дамымай қалған. Сондықтан ол ауыр жұмысқа ондайға жарамайды. Сосын оның ойлау мүмкіндігі де, сосын оның мінезі де басқаша. Менде Ләйла ақылды мысалы. Ол басқаша. Ол мысалы шешесімен ұрысып отырады мысалы үшін да. Енді ол басқадан, мынау басқадан бұл енді. Енді еңліктің шешесі бар, ол шешесін еркелеп отыр ғой енді. Ләйлада шешесі де жоқ ол. Тәтесінің қолында, тәтесі де бір мейірімсіздеу болды. Сіздің кейіпкеріңіз бөлек, сонда өмірдегі еңлік бөлек болып тұр екен ғой. Жақсы әріптестер. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Кешіріңіз, Роза апай, сонда еңлік толық семьяда өскен ғой, иә? Ата-анасы бар? Иә. Толық семьяда ата-анасы бар. Соны жаңағы анасы негізінен еңлікті жаңа көрсетуге, не қылуға,
қатты анасы үшін енді мен анасы құшақтап сөйтіп сахнаға шығып сөйтті менімен сөйлесіп әрине анасы үшін ана үшін ауыр ғой, иә, өте ауыр ғой. әкесі ертерек кетіп қалған деді. Анасы сол осы қызды қалай бақыт ете аламын деген ана ғой екен ол. Ол кісінің өзі басқа кейіпкер, мысалы үшін ол кісінің өзінен басқа шығарма жазуға болады. Мен оның семья жағдайын, оның автобиографиясының ешқандай бұнда Ләйлаға қатысы болмағандықтан мен басқа арнамен жасалғанда менікі. Жақсы. Енді мен бір сұрақ қояйын. Сіз жасаған образдағы Ләйламен осы өзіңіздің көрген жанды Ләйланың ұқсас жерін көрдіңіз бе? Сіз сомдаған бейнелердің ішіндегі. Мысалы, сіз оны енді қаншама мүгедек болғанмен оны физиологиялық жағынан қателік ауытқу болып тұр ғой, енді осылай айтайықшы, психологиялық жағынан. Бірақ сіз сомдаған Ләйламен тірі сіз көрген еңліктің қандай ұқсастығы болды сіз өзіңіз көргенде? Тек сол дене бітімінде ғана ұқсастық болды ма? Дене бітімінде ұқсастық тура сондай. Бірақ оның қолы да бәрі нормально. Менде жаңа ғана кімнің айтатыны бар ғой, жаңа Қатинаның, ойбай мынаның қолы өсіп кеткен екен ғой, қолың өсіп өзің қалай өспей қалғасын дейтіні бар ғой жаңа. Бұны айтпашы бүйтіп, мен өзімде қорқамын деп жаңағы Ләйланың сілкініп кетіп қалатыны бар ғой жаңа. Жоқ, бұнда қыз еңілік енді ол өзінің қаншалықты полигоннан сондай болып қалғанын біле ма, білмей ма, оны да білмеймін. Еңілік енді физиологиялық тұрғыдан келеді менің кейіпкеріме. Бірақ оның өмірбаяны да, сосын кейін интеллектісі де, рухани болмысы ұқсайтын шығар ең болмаса. Басқаша. Мен шын айтқанда Ләйла, мен еңлікті кездесуге құштар болған жоқпын. Өйткені еңлік бөлек бөтен адам. Мен просто 22 жасымда мен оны фото көрмеден бір суретті көрдім, маған әсер етті, мен шығарма жаздым. Еңлікті жазған жоқсыз сіз. Сіз Ләйланы жаздыңыз. Иә, сіз Ләйланы жаздыңыз. Жақсы. Роза апай, қазір мында... Мен бір сұрақ қойсам бола ма екен? Жарайды, рұқсат берейік еді. Мен ана Роза апай рахмет, Роза апай қалмасын деп жатырмын ғой, енді бір сағатқа жұқтап қалды. Иә. Роза апай, сізбен жүздескеніме өте қуаныштымын. Менде мынай сұрақ бар да, біз 8-ші сыныпта өткен кезде осы мәңгілік бала бейнеде Ләйла мен кімді, Құмар екеуін билетесіз ғой. Басына бантик таққызып, оны тәтесі тойға алып барып, соны билетесіз. Бір бағында жаңа қолын алып билеп атқан кезде Құмар жоқ болып кетеді ғой. Сол жерін түсіндіріп жіберіңізші. Есін жинаса. Иә. Ол анандай өзінің қиялыменен кетіп қалады ғой жаңағы. Ол басқа бір әлемге кетеді. Өзі бір сұлу қыз сияқты, ана Құмарменен уже қосылып екеуі үйленетіндей сияқты, өзінің қиял әлемге кетіп қалады ғой. Анау есін жинаса, басқаша. Ол тіптен билемейтін де шығар, просто ол қыздың, мен солай қабылдадым, қыз армандайды солай билеп жүргенде, елес, мен солай деп. Құмар да жоқ оған қашық, бірақ ол өзі бәрін солай жасап тұр да қиялменен. Ләлек дейтін едім ғой мен. Ләйлек деп айтады, иә. Ол көңіл үшін айтты, сағынып кеттім ғой сендерді, класстастарым деп айтқан шығар. Бірақ ол сағыныш деген, ол деген ғашықтық қой. Сағыныш деген ол, демек мен оның ойында жүрмін. Ол ары қарай кетіп қалды да, мысалы Ләйла есіменен кетіп қалды, мысалы үшін. Өзінің арманымен ілесіп кетіп қалды, арманымен бірге. Оған ана кім тиым да салды, қалыңдығы бар екен, қалыңдығымен таныстыруға әкеліпті. Сен өзің барсайшы, өзің бар, аулақ барып, үйге барып отыр. Сөйтпе, мыналарын алма деп жаңағы тыйым салып жатыр. Оның жүрегі көрек болып тұр, ол ештеңеге, ол ғашық болып тұр, болды бітті. Оның 16 жасар қыздың психологиясы сондай ғашықтық сезімді бастан өтетін сәт қой. Сол жерді әдемі қамтығасыз, менің көзқарасымда. Жаңағы сол возрастта да Құмарға ғашық қыла білу, енді сондай сәтте балдарда болады ғой. Керемет қамтылған. Енді бір сұрақ қояйын сізге, айып болмаса. Адамдар осындай шығарма жазған кезде жазушылар өмірдегі басқа бір тұлғалардың өмірлерін алып, байланыстыра отырып, өмірде болған нәрселерді ала отырып жазады ғой. Сізде де сондай бар ма? Шығарма жазу барысында, өз туындыларыңызды жазу барысында. Өмірдегі тұлғалардың бейнелері, немесе тарихта болған оқиғаларды негізге алып жазасыз ба? Прототип па? Кез келген шығармасында соның өзінің бір жаны жүреді сол шығармада. Мысалы, мен қазір Бопай ханым жүріп жатыр театрда. Бопай ханым Әбілхайырдың жары, серіктесі, жаңағы үш ханның анасы, атақты Бопай ханым. Бірақ
мені танитындар мысалы үшін ой сенің бір мінездерің бар ғой бопайда деп қояды жаңағыдай. Ол міндетті түрде болады, өйткені ол сенің жаныңда, сенің жаныңдағы, сенің әлеміңдегі ол қосылады. Бәрі емес, бір момент, бір сезімге байланысты, немесе бір шиеленіске байланысты, немесе бір жаңағы ұлттың мүддесіне байланысты, халықтың қамына байланысты, империялардың арасында қыстақтап отырған жаңағы кішкентай аз халықтардың құрып бара жатқандағы трагедиясы, сенің бірдеңең ода. Кез келген шығармада жазушының бір жанындағы бірдеңе болады. Бірақ енді ол басынан аяғына дейін жазушы өзін жазбайды. Ол тарихта, сосын ол тіпті керек десеңіз өзіне ұнайтын бір тұлғаның образын алып, соны монтаждауы мүмкін, әңгімеге жаңағы байланыстыруы мүмкін. Немесе бір драмалық ситуациялар басқа бір жерде, басқа бір оқиғада көрінген драмалық ситуацияны ананың ішіне әкеліп енгізеді, мысалы үшін. Жаңағы екеуінің махаббаты, Құмар менен Ләйланың махаббаты, мысалы үшін. Ол сол драма, сол ситуация, ол басқа бір не. Бірақ мен екеуіне ортақтастырып, екеуін байланыстырғым келді, мысалы. Осылай жасалады ол. Енді оны мастерство дейді, оны шеберлік қой енді. Рахмет. Рахмет. Енді кез келген шығармада жазушы да, ақын да сол қоғамға бәрібір сол қоғамның ортасында жүреді ғой. Сондықтан ол бірге жүргендіктен сол нәрсені тудырады. Мына Антон Павлович Чехов деген жазушыны білесіздер. Сонда сіздің кейіпкерлеріңіз, персонаждарыңыздың бәрі соншалық тірі. Соны оқып отырғанда көз алдымызға бәрі елестеп тұрады. Соны сіз қалай жасайсыз осындай образын дегенде, Чеховтың айтатыны бар ғой. Мен кейіпкерімді көріп тұрмын ғой. Мен оның үстіне киген пальтосын көріп тұрмын, пальтосының түсін көріп тұрмын, пальтосының түймесін көріп тұрмын, тозған бәтіңкесін көріп тұрмын. Мен бәрін көріп тұрмын ғой дейді, көрдіңіз бе? Жазудың ерекшелігі, суреткердің ерекшелігі, суреткердің табиғатының ерекшелігі, жалпы суретшінің жаратылысының ерекшелігі, биологиялық тұрғыдағы басқа тұлға екендігін осындай жазу процесінде айқындалады. Дұрыс айтасыз. Сұрақ қойсам бола ма? Бір сұрақ. Мұғалімдердің сұрақтары қызу болып жатыр. Роза апай, сіз енді ренжімейсіз ба? Бір сағаттан асып бара жатыр. Жарайды, жақсы. Сізбен жүздесудің өзі бізге бір ерекше құрмет. Шығармаларыңыз шынымен ақ жанды, өмірден алынған. Енді өзіңіздің Роза қыздың өмірі баяндалатын сондай шығармаларыңыз бар ма? Әлде келешекте Роза апа деп алып жазатын бір шығармаларыңыз бар ма? Қашан шығарасыз деп айтсаңыз. Сондай нәрселер бар ма, бізге қызықтыра, жаңағы біз қызға оқитындай тағы бір жарық көретін өзіңіздің бейнеңіз, сіздің өзіңіздің жаңағы әрбір шығармаңызда өзіңіздің бір кішкентай бөлігіңіздің сол жерге кіріп кететін, жаңағы сезіндіріп отырсыз да бізге. Енді нақ өзіңіз жайлы жазылған сондай бір шығарма жарық көре ме? Өте қиын. Мына жазушы өзі жайлы жаза алмайды. Жазушының біреу жазады. Оның табиғатын, оны білетін. Мысалы, мен Фариза туралы спектакль жаздым. Қазір ол театрларда жүріп жатыр. Атақты Фариза ақын, Фариза оңғарсынова туралы. Мысалы, Фариза өзі туралы жаза алмаған болар. Жаза алмай кетті ғой өмірден. Ол жазбайды. Оны жазатын, оны көретін, оны екінші бір. Мен ойлаймын, менің студенттерім мүмкін фильм түсіреді болашақта, жазар мүмкін. Бірақ біреу туралы жазғанның өзі жазасың, ол сен жаныңды салып, ол сенетіндей өзіңнің табиғатыңнан да қосып. Бірақ өзің туралы жазу өте қиын. Мен білмеймін. Мен жазу өте қиын. Қолдан келеді. Ал мен ойлаймын, осы әрбір шығарманы оқыған кезде сол шығармада автордың белгілі бір өмірі көрініс табады. Любой кез келген шығармада. Ол мысалы Фариза жазбаса да өз туралы Фаризаның өлеңдерінде өзінің өн бойындағы бейне көрінеді деп ойлаймын. Мысалы осы мәңгілік бала бейнесін түсіндіргенде мен өзім балалар сұрақ қойды, апай неге айға қараған, неге түнде сырласады деп. Ал енді біздің жалпы адамның өзінің бойында түнде шынымен де көп қиялдар, түнде көп сырлар ашылады ғой. Және шынымен де бәрі біздің ұлттық, мен ойлаймын, ұлтымызда қасиет. Шынымен біз түнде жатқан кезде аспанға, айға қараймыз ғой. Ол явно шындық қой. Сөйтіп сонымен шынымен сырласып жатамыз. Менің кейбір жағдайларым осы Роза апайға ұқсайды екен. Бізде де мектептен қайтқан кезде кешке қарай кеш болып кетеді ғой, қыстың күні. Сонда айға қарап, сонымен жарық қой, ол өйткені жарық түсіреді ғой. Сонымен түсіреді. Сосын екінші, мен былай деп түсіндіремін. Соны сұрақ қойғанда, балалар түн деген, біз ойлайық, түн қараңғы, онда басқа түрлі ойлар болуы мүмкін. Мақұл, сезім бір бөлек. 8 жастың кейбіреулер ересек қой, оны айтып жатады. Түн деген қараңғы, қара ой деп айлайық.
осы жердегі қара ой біздің ядролық апаттар. Ал ана аймен сырласу деген ай жап-жарық. Әр адамның ойы сондай жарық сәуле сияқты жап-жарық тұтынық қой шынымен де. Ал енді сіз бейнелеген Ләйла шынымен сондай тұтынық, мөп-мөлдір сезімнің иесі ғой. Сондықтан да осы нәрсені осылай алған болуы мүмкін. Ол енді Роза апайдың шеберлігі, бұл біріншіден. Екіншіден, кез келген адам түнде аймен қарап сөйлеседі ғой шынымен де. Ол біздің ұлтымызда бар қасиет болу керек, сол қасиетті ұлтпен байланыстырып алған болуы мүмкін деп ұғындырамын, сөйтіп түсіндіремін мен. Қалғандарыңызды білмеймін. Сосын мына мысалы адам өзі табиғатпен байланысты ғой. Сосын жалпы адам сұлулық іздейді, байқасаң ба? Әдемі нәрсені көргісі келіп тұрады, әдеміге көзі түсіп тұрады. Анау ауылға барған кезде мысалы дала қап-қараңғы, сілтідей тынып тұр, бірақ шыпырлаған жұлдыздар жақын тұрғанда сондай жұлдыздарды мысалы қалада көре алмайсың. Ал ауылға барған кезде анау түннің бір сағат 2-нің 3-тің кезінде далаға шықпасаң төгіліп шашырап тұрған бір керемет жаңағы сондай суреттер. Сол мысалы білмеймін, мүмкін ол жазатын адам үшін, ақын үшін, жазушы үшін, композитор үшін, жаңағы суретші үшін мүмкін біздер сондай нәрселерді көріп, соның тілін ұғып, соның әуенін естіп, сондай бір кішкене табиғатта басқа бір ерекшеліктер бар шығар деп ойлаймын. Мысалы ана кімнің айтатыны бар ғой, көңіл толқынын Секен Тұрысбековтың қатты жауын жауып тұр екен, соны келе жатқан кезде бір жаңбыр құйып тұр, бірақ та бір мынау терезелерде бір қаңылтыр нелер болады ғой, жаңағы қаңылтырлар тұрады ғой, жаңағы жауыннан қорғап, соған бір не тиді дейді, бір жаңбыр тиген кезде и бір звон, бір звук какой-то андай долгий жаңағы бір әуен, и соны ұстап қалдым дейді, сол нотаны ұстап қалдым дейді, сол нотаны ұмытып қалмайын деп келдім дейді, и сол нота арқылы ары қарай көңіл толқыны шықты мысалы үшін. Ол енді мен оны студенттерге отырып түсіндіретінім бар, енді жіліктеп тұрып. Бүгін уақытты қыз болып тұр дейсіз ғой. Иә, біршама уақыт болды енді әріптестер. Біршама сұрақты талқыла. Сұрағым Роза апайға кішкене ғана бір айтатын. Мен кішкентай 16 жасар бала кезімде осы жаңағы айтылған Невада семей қозғалысын телевизордан көрсеткенде мен жаңағы еңлік деген қызды көргенмін телевизордан. Бала 16 жасар баламын ғой, мынандай шашы қысқа қиылған, ақ көйлек киген кішкентай 3-4 жасар бала сияқты қыз болатын. Аяғында танкетка дейтін едік қой бұрын бала кезде. Танкетка мынадай еркісі бүйтіп көтеріп ұстап тұр. Ана Олжас Сүлейменов бар сөйлегені, ана қызды көрсеткені. Мен ең алғаш осы мәңгілік бала бейнені оқыған кезде, Роза апай сіздің бірден сол қыз есіме түсті. Сосын мен солай қабылдадым, сол қыздың тағдыры деп қабылдадым да. Бүгін енді сіздің аузыңыздан шындықты кейіпкерменен еңліктің шын өмірдегі екеуінің арасындағы байланыс жоқ, бірақ бұл сіздің өзіңіздің осындай бір жан дүниеңізден шыққан дүние екенін көріп, мен шынымды айтсам қуанып отырмын. Қатты қобалжыдым сізбен кездесуді естіген кезде, осы бір жүздесу болатынына қатты қобалжыдым. Құтты бір сол қызды көргендей, сіз көрдім, соның тағдыры осындай болды деп айтатын шығар деп қатты қобалжығанмын. Енді қазір шынымды айтсам қуанып отырмын. Еңліктің өмірде сол Ләйла сияқты болмағанына мен қуанып отырмын. Мен сол үшін қатты еңлік үшін қуанып отырмын. Сізге көп-көп рахмет. Шынымен мына қобалжығаным сондай, қазірдің өзінде ана немді ойымды жеткізе алмай отырмын. Роза апай, сізге көп-көп рахмет негізі осы шығармаңыз үшін. Жалпы бұдан да күшті шығармалар болашақта тууына мен тілектеспін сізге. Көп-көп рахмет. Рахмет. Бізде қазақтан шыққан жазушы ақын қыздардың ғұмыры туралы көп жазған адамдар жоқтың қасы деуге болады. Құдай қаласа сіздің өміріңізді, сіздің шығармашылығыңызды жарыққа шығаратын бір шәкіртті Алладан тілеймін мен. Жақсы, рахмет сізге де. Енді Роза апай, бұл кездесудің негізгі бір түрткілері болады ғой. Ол сабақтың негізінде біз аптасына 3 рет сабақ оқимыз. Әр апта сайын оқып келе жатыр. Осы академияда 150-ге тарта мұғалім бар. Ай сайын оқып жатады. Оқу мақсатын талдаймыз. Қазақ тілін қалай жақсы оқытамыз, қазақ әдебиетін қалай жақсы оқытамыз. Бүкіл ұлттың тілі біздің қолымызда тұр. Болашағы біздің қолымызда тұр деп осында тіл жанашырлары жиналған мұғалімдер. Мен кейде мына негізінен бұл академияны мұғалімдердің сұранысы бойынша ашқанмын. Содан кейін мына әдебиетті тыңдайтын кезде, тілді тыңдағысы келген кезде мен жоғары оқу орындарынан профессорларды осы академияға тартамын. Қазір 2 профессор да бізбен бірге жұмыс істеп, бізге дәріс беріп отыр. Ол кісілерге де көп рахмет. Бүгін сізді де осы сұхбат сабаққа шақырар кезінде алдында айтқанбыз, біздің мынау Мұхтар Әуезовтің Қарагөз пьесасы мен Қаралы сұлу әңгімесінде кейіпкерлер екеуі де бірдей Қарагөз ғой аты. Соны оқушыларға айтамыз, неге екеуінің аты бірдей Қарагөз деп сондай сыни есе береміз. Оқушылар енді
енді Мұхтар әуезовтен барып сұрай алмайсың ғой, неге қара көз қойдыңыз деп. Енді болжап, ана қара деген сөзге, сол кездегі екеуінің де тағдыры қиын, қара деген сөз былай жақсы мағынада да теріс мағынада деп бала жазады енді. Оған тәуба, өздері жазып шығады соны. Сонда мұғалімдерге айтамын, арамызда жүрген авторлармен сұхбаттасып алайық. Арамызда жүрген. Мысалы, осы бүгін сізге бір өте құнды сабақ бердіңіз. Алдағы уақыттарда да бізбен бірге осындай сұхбат сабақ өткіземін десеңіз, біз қуана сізді күтеміз. Бүгін мысалы сіз бізге мәңгілік бала бейнесін мына бағана сіз жоспарымызда көрсеттік, 8 сағатта не оқытамыз деп. Соның ішінде сіз тарихилығын, көркемдігін, заманауилығын, жаңашылдығын, автор көзқарасын, автор бейнесін, кейіпкерлер бейнесіне талдау, осының бәрін 7 түрлі мақсатымызға сіз жауап беріп кеттіңіз. Иә, біздің міне оқытуымыздағы 7 түрлі, біздің 8 сағат қой, соның ішіндегі 7-еуіне жауап беріп кеттіңіз. Өзіңізге былай білінбейді ғой, ол сізге бір қарапайым нәрсе сияқты отыр, ал біз сізден өте құнды байлық алдық, баға жетпес байлық алдық. Енді мысалы сіздің осы бүгінгі сабағыңыз бізде сақталып жатыр. Мәңгілік бала бейнені мысалы Назарбаев мектептерінде 4-ші тоқсанда оқиды, жалпы білімде де солай 4-ші тоқсанда шығар. Сол кезде мысалы осы бейнеңізден біз сізді экранға шығарып оқушыларға сабағымыздың үстінде көрсетеміз. Мына жерде балалар көркемдік құндылығы, заманауилығы, тарихилығы, міне авторды тыңдаңдар. Міне өмірдегі еңлік, мінекей кейіпкер Ләйла. Автор бейнесі деген кезде сіздің жаңағы автор шеберлігі деп сөйлеген тұстарыңыз. Мен тек қана суретті көрдім, ары қарай барлығы ол автордың тарапынан шыққан, автордың сендірген, аймен сөйлескен жеріңіз айтқаныңыз өте күшті болды бізге. Мінекей балалар, автор бейнесі деген осы деп бәрін біз түсіндіреміз. Бүгінгі сабағыңыз құнды, өте құнды, баға жетпес сабақ болды бізге. Енді сонымен қатар әріптестердің барлығы айтып жатыр, сізден енді қазақты әлемге танытатын тамаша туындылар күтіп жүргеніміз өтірік емес. Өйткені қазіргі кезде қай жерге барсақ та Роза Мұқанованың туындылары, киноға барсақ та сіздің туындыңыздың желісімен түсірілген кинолар, сахналарда сіздің туындыларыңыз. Сондықтан алдағы уақытта тамаша туындыларды күтеміз. Инстаграмыңызды қарап жүреміз. Отбасыңызға да тамаша марапаттар, ағаға да мемлекет тарапынан түркі әлемнен, Түрксойдан тамаша марапаттар келіп жатыр, медаль алып жатыр. Бәрінен хабардар болыңыз. Оның бәріне біз қуаныштымыз. Құтты болсын. Ағаға да дұғай сәлем айтамыз. Ағамен де егер енді біз ағамен кездессек біраз қорқып шақырамыз, енді ол кісі келсей ма, шаршаймын деп айта ма. Бірақ енді алтын сырға ағамен де кездессек жақсы болар еді алдағы уақыттарда. Енді тыңдасақ сізді тыңдай береміз, бірақ шаршатып алмайық деп те ойлап тұрмыз. Бүгінгі сабағыңызды айтып жатырмыз сізге, құны жоқ сабақ, баға жетпес сабақ бердіңіз деп. Дегенмен де сіздің ана бүгін бізбен уақыт өткізгеніңізге, мінекей сізге мұғалімдер, осы академия мұғалімдер француз үйінен кішкене мынандай бір сыйлық дайындап қойдық. Мінекей осы енді сыйлығыңызды өзіңіздің үйіңізге жеткізіп береміз. Сізге көп рахмет. Алдағы уақытта да сізбен кездесеміз, қарсы болмасаңыз. Сосын қуанғаным соншалық сөзім жартысын айтпаппын ғой. Мынандай біздің оқушылардың сіздерге, авторларға, жазушыларға жеткізетіні. Мына неден кейде оқулыққа бұрынғы туындыларда кіріп кетеді ғой. Сонда қыздар кім айтады, мынау Қамар Сұлуды оқиды, Бақытсыз Жамалды оқиды, Шұғаның белгісін оқиды. Соны оқып келеді де оқушыларымыз айтады ғой, мұғалім, осы қазақтың туындыларында жыламай жүрген қыз бар ма деп. Кәдімгідей сұрайды ғана, Жандар Рашид, өзі жыламай жүрген қыз бар ма деп. Ұлпанды оқытып бір серпіліп қаламыз. Кішкене енді Ұлпанның жазылған уақытта басқа болса да, бірақ ана Ұлпанның бойындағы қайсарлықты, қайсар мінезді, оны ана деңгейіне дейін апарамыз ғой, ел анасына дейін. Сондай кезде бір мақтанып қаламыз. Бақытсыз Жамалды өткен кезде қайғырамыз. Ақбілекті өткен кезде енді тіпті қиын. Ақбілекті өткен кезде жүрегің ауырады. Сол жердегі анау тарихты айтамыз, оның жазылу мақсатын айтамыз. Сонда енді оқушылардың ұсынысы біздің қазақтың жайраңдап көңілді жүрген сондай бір қыздардың бейнесін оқығысы келді. Батыр, қайсар мінезді қыздарды оқығысы келеді. Өйткені қазақтың қай туындысын оқысақ та қазақтың қыздары, әйелдері ылғи жылап жүреді дейді. Бұл оқушылардың сәлемі. Жазушыларға айтыңыздаршы деп айтады ғой бізге. Жақсы. Роза апай, бүгінгі сабағыңызға міне көп рахмет. Әлі де кездесеміз деп ойлаймын. Жақсы. Осыны ұйымдастырған Роза апай, сізге де рахмет. Көп рахмет. Байқамыңыз қарымды болсын. Амин. Мықты шәкірттер болсын. Отбасыларыңызға тілеймін. Аман болсын. Тілектеспін сіздерге. Амин. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.
оқушыларымызға мақтанып айтатын болдық қой роза әпке, 8-ші класста енді құда қаласа өтеміз ғой, міне деп көрсетіп сізбен болған жүздесуді, мынау шығарма былай екен деп, шын өмірдегі еңлік анау былтыр 8-ге берген кезде бір оқушым жылап қалған, жаңағы қатира жеңгесі қаталдау болды ғой, өзі табиғат ананы өзі де жаратқан кезде аямай неғанда жетімтілікті де басына беріпті ғой деп, бір анасы жоқ қызым жылап қалып еді сол кезде. Біз енді анау еңлікті алып айтамыз ғой прототипі сол Ләйләнің деп, енді айтатын болдық қой, жоқ шын өмірде еңліктің мамасы бар екен деп түсіндіретін болдық. Рахмет сізге, керемет кездесу рахмет болды. сіздерге, жақсы кездесу болды. Қалдықжаппай сізге рахмет, осындай керемет кездесу ұйымдастырдыңыз. Сіздерге рахмет. Республиканың түкпір-түкпірінен, тіпті анау интернетті дұрыстамайтын ауылдың да мұғалімдері бар осы мүшелік топта. Ол кісілерге біз осы бейнені, жазылған бейнені сақтап қоямыз. Кейбір өткен жол бір мұғалім жазыпты, мен соның бәрін көру үшін ауданға барып бір күн отырып көрдім, жүктеп алдым деп. Осы академияның сабақтарын. Сізге көп рахмет. Жақсы. Рахмет көп, сау болыңыздар. Рахмет, рухани кеш болды. Керемет кеш болды. Бізді рухани байытқан кешке үлкен рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Соңында болмасын, құдай қаласа өйтіп жүздесіп тұруды жазсын. Жақсы. Рахмет. Қалдықыз апай аман болыңыз. Сіздің арқаңыз осының бәрі керемет еңбек қой. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Меніңше Толғанайға да көп рахмет. Толғанайға айтарға сөзіміз жоқ. Мен оған жекесіне де шығып айтқам, айналайын, біз уже әжеміз, біздің жолымызды берсін. Біз сияқты ұстаз бол, жақсы әдемі мұғалім бол, әже бол, ана бол деп тілегімізді айтамыз күнде оғызға жекесіне. Құрметті әріптестер, Қалдықыз апай, қорымыз ғой. сізге көп рахмет. Біз автордың соңғы сөзін, тілегін естейікші. Әпкені, Роза әпкені сөзін, соңғы сөзін. Роза апайымыз ба? Қазір ол кісі шығып қалды ма, білмей тұрмын. Шығып кетті ау деймін. Иә, шығып кетті. Жақсы деп ол кісі шығып кетті. Рахмет сізге, Қалдықыз апай. Көп рахмет. Ол кісіге рахмет айтамыз деп біз сөз де бермей қалдық қой. Ой, жан жақтан жамырап кетті. Ол кісі бір нәрсе айтқысы келгендей болды да, маған сондай сезілді. Келіп еді. Негізі Қалдықыз апай, оқушыларға жамырамаңдар дейміз ғой, сонда біз өзіміз негізі оқушы екенбіз ғой. Оқушылар бәрі өзімізге ұқсап. Енді мен сол Роза апай шыққан жоқ шығар деп іздедім, шығып кетті ол кісі. Негізі ана барлығымыз рахмет айта бастадық тағы, ол кісіге сөз бермей, ол кісі енді білмеймін, мүмкін өзінің несі ажырап қалды ма екен, әлде өзі шығып кетті ме екен. Ризашылық сезімін білдірді ғой бәрімізге, табыс тіледі. Сау болыңыздар деді. Жарайды, жақсы, рахмет әріптестер, сіздерге көп рахмет. Енді осы арамызда жүрген жазушылар, бағдарламадағы бар ақындармен кіммен кездескілеріңіз келіп шақырып осылай онлайн кездесейік десеңіздер ұйымдастыруға болады екен, иә? Бұл міне бірінші рет ұйымдастырып тұрмыз. Бізде енді барлық нәрсені ақырындап көріп жатырмыз ғой. Өзімізде біраз негізі қобалжыдық. Қалай болады екен ол, біз зумға келіп ол сұхбат сабақ деген қалай түсінеді екен ол кісі деп. Бұл кісі енді өте қарапайым кісі ғой. Бәрін тамаша қабылдап жатыр, өте нәзік қарапайым кісі. Тағы да кімдермен кездескілеріңіз келеді, оны топта жазып ақылдассақ болады. Сіздерге де көп рахмет. Жайлы жатып жақсы тұрыңыздар. Біз сағатты 10-10:30 қылмаймыз ғой. Әлі жату қайда, Қалдықыз апай, BJB тексереміз. Менде де сондай жағдай. Жақсы. Рахмет, сау болыңыздар. Күшті болды.